Сәлемдестер, бүгін менде жаңа сериал болады. Сериалдың тақырыбы қалалық келін деп аталады. Ендеше сериалымызды бастаймыз. Бұл бізде анасы, көрші апасы болып ойнайды және екі келін. Қазір олар келетін болады. Ендеше сериалымызды бастайық. Бүгін сол қаладан келін келеді. Қолда тұрмай бей деп қала кеткен ғой. Бүгін келеді солар. Біздің үйде келеміз, біз сенің келіндеріңді. Біздің үйде келінді көрсей, пысық қой, пысық. Мына сенің екі келініңнен жақсы тәуір. Ой, болды, мақтана бермеші. Апа, тамам, неге тасып қойдық? Жарайсыңдар. Қазір келіп қалады, ана екеуі де. Әлі жүр ғой. О, мама, біздің үйіміз. Ой, мына екеуі келді ақыры. Ой, балам, қалайсың? Мам, қалайсың? Жақсымын, жақсы. Мына келін не киіп алған бұтын атыр дейді. Бұл стиль ғой, апа. Қандай стиль мынау? Не басында орамалың жоқ, не сәлем бермейсің. Қандай келін боласың сен? Ой, сәлем бердік. Мен айтпасам тұра бересің ба сәлем бермей? Бар, құп кет бар, кейін дастап кел. Қазір. Уф, құдайым-ай. Келіндер болыңдар тез. Тастап қойдық. Бол шай қайнатыңдар, екеуміз шай. Жан жүрші кеттік. Үйде таныстырып кетейін. Бұл үйдегі кухня. Маған мамаң қатты ұрысты ғой. Ой, ешнәрсе етпейді. Жүріп кеттік. Ал бұл мамамның комнатасы. Бұл жерде мама жатады. Ал мына жерде зал, бұл жерде зал бар. Осы жерде зал жатады. И мына жерде перде. Перде бар, қазір көрсетемін. Мына бұл перде қанша жылдық перде ғой. Так, мынау біздің жататын жеріміз. Мынасы несі? Мынау бөлме? Ой, қой, сен қодан киім ал. Жарайды. Жан, бір айдан кейін точно кетеміз ба? Точно бір айдан кейін кетеміз. Мамамнан сұрауым керек. Не дедің? Жоқ ешнәрсе. Кеттім мен онда дешерге көмектесейін. Мен де барайын онда. Осы ауыл ма? Қазір дешелер өлтірген сайдың саяқты. Тұр ғой менің барым. Ей, кел тезде сие салып кеш бар. Қатты сөйлемеңіздер. Сен араласпай баршы бар үйге. Мақұлыңдар. Барып жұмысымды істей берейін. Сен келін бар да қорадан сие салып кел. Сие салып біле аласың ба? Білесің ба? Білем. Жақсында барып кел бар. Ана күйеуің айт. Күйеуіңе барып саған не істеп келсін. Сие салыпты. Сая қораға барсын. Жан, не болды? Мені қораға барып сие салып келсін дейді. Сие салып аласың ба? Білмеймін, жүріп кетті, көріп келейік. Мен қорқатын сияқтымын сенен. Қорықпа, үйреніп кетесің. Түсіндің ба? Үйреніп кетесің жайлап. Жүріп кеттік. Кеттік онда қораға. Мына жерде қол жууға арналған не бар? Бәрі ағады. Ал мына жерде шланг бар. Су алады бұл жерде. Көрдің ба? Иә, көрдім. Жүріп кеттік. Мамыз кеттік сие салуға. Иә. Мынаны сиесті теуіп алмайсың, абайлап жүр. Қарап жүр, түсіндің ба? Иә, қарап жүрмін. Жүре. Ал бұл қора. Не мынау? Мен қорқамын мына заттан. Кетші мені. Ой, ол саған тиіспейді. Қораларың сасып жатыр ғой. Сен өзің сала бер. Бірінші былай істейсің. Мен отырып аласың. Сосын жайлап былай сала бересің. Көрдің бе? Өзіме сенбейтін сияқтымын. Сосын сиырға шөп саласың. Қалай саламын, мен қорқамын ғой. Үйреніп кетесің, қорықпа, мен кеттім, пока.
барып алайын. Сиыр сауып қоймай келмейтін сияқты. Мынаны барып өткізе салайын. Болды. Енді маған тезетін магазинге барып сүт алып келу керек. Соны құя салу керек. Мен қандай ақылдымын. Әкелдім. Тез шелекке құя салайын. Шелекке тастайын. Мына бөтелке де мына жерде тұра берсін. Мынаған қалай ішіп салам енді мен. Не? Живая. Мынаған қалай берсем болады екен. Міне. Мынаны же сен. Болды, шөп бере салайын мыналарға. Бүттесіз кеттім мен. Пол қорағанға сыпырсам екен. Тоқта. Біздің қора. Сен көрші апаймен келген адамсың ба? Иә, сен мен неге танып қалдың? Сенің есімің Жаңа болады. Жаңа. Мен сиыр сауа алмадым. Не істедің сенді? Магазинге барып сүт алып келдім. Кел отырмын да. Сиыр сау оңай емес. Мысалға, менің наным өте тағамды адам. Бірақ сен сияқты келгенде сиыр сау үйренбеді. Содан қазір үйреніп кеткен. Сен күнде осы жерге келесің ба? Иә. Сол кезде мен сізге сиыр сауды үйретемін, жарай ма? Бірақ ешкімге айтпаңыз сиыр сауды үйреніп жүргеніңізді. Жарайды, мен кеттім онда, қазір мама апамыз көрсетіп беретін шығар. Сәлем саған аласыз ба? Иә. Кел. Қалай салуды ертең мен сізге бәрін үйретемін, жарай ма? Жақсы. Тек кішкентай қыз болсаң да жақсы қыз екенсің. Есімің кім сенің? Ой, жасың қаншада деген? Менің жасым 18-те. Бірақ бойыма сондай болған. Ар жақсымнан екенмін. Мынау келді зорға деген. Келдің бе? Иә, почти сауып келдім. Точно, сен тауып алуым жоқ па? Жоқ. Қой мына жерге онда. Бар енді. Қазір шашеміз ыттар бар. Жина. Сосын қойып қой. Неге келінге тисе бересіңдер? Жабында шаузаңды. Апа не қылға соған тиісіп? Соған тиісіп жатқан жоқпыз. Просто шай қайнатып. Так, дайын. Енді мына жерге бауырсақ пісіру керек сияқты. Мен телефоным қайда сумкада сияқты бара. Мына төсек өте ыңғайлы екен. Қазір ашып қойдым. Так, мен телефонымды алдым. Енді барайын. Енді қандай не бар екен? Жақсы сияқты мына бауырсақ. Мына жерге қойып қояйын. Бізге бірінші жұмыртқа керек. Илеп алу керек дейсіз. Кетті ондай. Бауырсақтарым керемет болып пісіп жатыр. Жаман болып қалса ше. Майнардан келіп, бәрі жатады. Болады шығар. Пісіп қалды. Так, осы бауырсақтар жетеді. Так, шай да қайнап қалды. Телефонды бір бәлек. Яққа қойсам. Жүріңіздер, шай дайын. Шай дайын, жүріңіздер. Ой, жақсы болды, ой. Жүріңіз көрші. Точно ма? Я, шай дайын. Тұр онда.
жүріңіздер, үйге кіріңіздер. Сіз жақсы келін екенсің. Апар сөйлесіңіздер. Ой, бауырсақ пісіріп қойсын ғой. Қайдан алдың тестасын? Ой, интернетте бар ғой, апам. Молодец, өзің пісірдің ба? Иә, өзім пісірдім. Сіздерге шай қылып берейін, қалғандан болса. Ішіңіздер шаймен, тәтті болады. Қандай тәтті. Жеңіздер. Тағы бар ма? Келіндерге жетпей қалды. Я, бар. Ал алыс болсын. Солайша алдағы күні осылай өтті. Екінші бөлімі, бірінші сериясы ұнаса, екінші бөлімін күтіңіздер.